Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге бүгін адам баласына керекті коэффициенттерді айтқым келеді. Ол қандай коэффициенттер дейсіз бе? Онда біздің видеомызды соңына дейін тамашалаңыз. Бүгінде адамның қазіргі өмір салты жылдам өзгеретін және үнемі дамып келе жатқандықтан қажет дағдыларды дамытуға деген жоғары сұраныс қалыптасты. Адамға қажетті ең маңызды құзыреттіліктерді білесіз бе? Оларды қысқаша 4К дағды деп атайды. Олар: бірінші коммуникация, яғни қарым-қатынас; екінші коллаборация, ынтымақтастық, командамен жұмыс; үшінші креативтілік, басқаша айтқанда шығармашылық; төртінші орыс тіліндегі критическое дегеннен алынған сыни ойлау. 4К білім беру дегеніміз не? Ол біздің баламызға не үшін керек және оны дамыту үшін қайда білім алуға болады? Зерттеушілер 2020 жылға қарай өзін қажетті деп санайтын әр жұмысшы төмендегілерді білуі тиіс деп шешкен екен: кешенді тапсырмаларды шеше алуы, сыни ойлай алуы, шығармашылықпен ойлауы, адамдарды басқара алуы, командамен жұмыс істей алуы, басқа адамдардың эмоциясы мен өзінің эмоциясын анықтап, оларды басқара алуы, өз ой-пікірін айтуы және пайымдап шешімдер шығара алуы, тұтынушыға бейімделуі, келісім жүргізе алуы, бір тапсырмадан екіншісіне тез ауыса алуы және тағы басқа. Осылардың ішінен 2015 жылы 10-шы орында болып тұрған 4 дағды алға шықты. Яғни олардың ішінде soft skills, икемді дағдылар және hard skills, қатаң кәсіби дағдылар деп бөлінген дағдыларды айтуға болады. Біздің елімізде бұл ондықтың ішіндегі 4 негізгі дағды 4К жүйесі деген атаумен білім беру жүйелеріне ендіріле бастады. Сонымен қайтадан айтатын болсақ, сыни ойлау, критическое мышление; шығармашылық, креативность; қарым-қатынас, коммуникация; ынтымақтастық, координация немесе командалық жұмыс. Енді әр К-ға жекелеп түсінік беретін болсақ, сыни ойлау дегеніміз ақпараттар ағынын бағдарлай алу мүмкіндігі, себеп салдарлық байланыстарды көре алуы, қажетсіз ақпараттарды електен өткізіп қорытындылауы, сәтсіздікке жолыққан жағдайда шешім шығарып, өзінің жетістіктері мен сәтсіздіктерінің себептерін түсінуі. Шығармашылық, креативтілік, өзгермелі жағдайларда өзін сенімді ұстап, дәстүрлі емес шешімдерді қабылдай алуға, жағдаятты әр тұрғыдан бағалауға мүмкіндік береді. Шығармашылығы дамыған адам үнемі жасап шығарушы болып табылады. Ол басқа адамдардың бастамаларын дамытып, жетілдіре алады. Қиындықтарды жеңу ол үшін қызықты бас қатырғышқа айналады. Коммуникация, қарым-қатынас дағдысы. Қазіргі кезде әрбір адам қоңырау шалынатын немесе хабарламалар тәулік бойы жеткізілетін қашықтықта орналасқан. Келіссөздер жүргізу және байланыс орнату, әңгімелеушіні тыңдау және өз көзқарасын жеткізе білу қабілеті өмірлік дағдыға айналған. Соңғы ынтымақтастық, яғни үйлестірушілік дағдысы кәсіби салаға қарасты құзыреттілікпен тығыз байланысты. Жалпы мақсатты және оған жету жолындағы рөлдерді айқындай отырып, оның нәтижесін бағалай алу қабілеті. Осы айтылған дағдылар бүгінгі білім саласында әртүрлі жұмыстармен балалардың бойында қалыптастыру үшін көп жұмыс жасалып жатыр. Мұны ата-аналар да білу керек, өйткені осы дағдылар 21 ғасыр адамдары үшін өте қажетті дағдылар екенін тағы да естеріңізге саламыз. Енді осы дағдыларды қалыптастыратын тапсырмаларға тоқталғым келеді. Креативтілік тапсырмалары. Заттарды қолданудың ерекше жолын тапқызу. Балаға қарапайым затты, мысалы қарындашты қолданудың 10, 50 немесе 100 тәсілін ойлап тапқызу. Немесе фигуралар саласыз, соларды аяқтау. 2 таяқша не шеңбер сызыңызда балаға оны аяқтау тапсырыңыз. Болған соң не салғанын және себебі не екенін сұрап біліңіз. Немесе квест ойыны. Оқушылар іс-әрекеттің стратегияларын ойлап тауып, стандартты емес ойлау арқылы бірнеше жолдарын көрсетеді.